Өмірде ең қиын 3 нәрсе: сыр сақтау, қорлықты ұмыту және уақытты босқа өткізіп алу. Уақытты босқа өткізу ең үлкен шығын. Адамның ең ұлы қасиеті бақытты болуға талпынуы. Ештеңені білуге талпынбайтын адамның жағдайы өте қиын, өйткені оның бойында 2 кесел бар. Бірі жалқаулық, екіншісі топастық. Ерлердің көпшілігі әйелдерінен өздерінде жоқ қасиетті талап етеді. Егер мен бәрін жасай алмасам, ештеңе істемеймін деген ең жаман ой. Әлем теріс айналғандардың арасынан ең жақсыларды ізде. Ең зұлым деген адамның өзі оны жақса көретінін айтқанда күлімдейді. Демек, бақыт деген осы болар. Өзіңізге түсінікті нәрсені ғана айтыңыз, әйтпесе үндемеңіз. Сіз балаларды қатал болып қорқыта алмайсыз. Олар тек өтірікке шыдай алмайды. Барлық күш-жігердің ішіндегі ең қиыны тіліңді тыю, және бұл ең қажеттісі. Барлығы жоспар құрады, бірақ кешке дейін өмір сүре ме, ешкім білмейді. Айтар сөзі жоқ адам көп сөйледі. Балаға қатысты да шыншыл болыңыз, уәдеңізде тұрыңыз, әйтпесе оны да өтірік айтуға үйретесіз. Мықты адамдар өздерінің әлсіздігінің куәгерлерін ұнатпайды. Бедел деп аталатын нәрседен айырылғаннан кейін ғана сіз оның қандай ауыртпалық екенін және мұндай бағаға алынған еркіндіктің қаншалықты жақсы екенін түсіне бастайсыз. Жаңа нәрсені сезіну мүмкіндігін ешқашан жіберіп алмаңыз. Бұл сіздің көкжиегіңізді кеңейтеді. Өткеннің азабы жанын тоздырса, адам алға жылжи алмайды. Қарапайымдылық пен сыпайылық өте ауыр жүк. Ауыртпалықтар адамдарды не күшейтеді, не сындырады. Егер сізде ақша және батылдық болса, атақсыз-ақ өте жақсы өмір сүруге болады. Қиындықтан өтпейінше сіз ешқашан өзіңіздің қарым-қатынасыңыздың күшін біле алмайсыз. Мұндай тәжірибенің болуы нағыз сыйлық. Өткенді өзіңізбен бірге арқалап жүру тым ауыр, кейде болашақ үшін бұл туралы ұмытқан жөн. Бұл әлемді өзгерту үшін бізге ешқандай сиқыр қажет емес. Бізде бұл үшін қажет нәрсенің бәрі қазірдің өзінде бар. Біз ойша ең жақсыны да елестете алмаймыз. Біздің қабілетімізден гөрі таңдау жасауымыз біздің шынайы болмысымызды көрсетеді. Достарыңа деген сенімсіздік бақытсыздықтың шыңы. Бүкіл үй мен ауланы толтыру үшін бір баланың өзі жеткілікті. Тек абсурдтық әрекеттер жасағандар ғана мүмкін емес нәрселерге қол жеткізе алады. 6 жасар балаға түсіндіре алмасаң, өзің де түсінбегенсің. Үй үшін жаман әйел тұмандатар, домалап әрбір жерде құмандатар. Тазалық бұл әйелде болмаған соң, күнәға жігіт адам сонда батар. Кей адам кілт етпе келеді, бірақ ол жас балаға, сұлу әйелге және ұлы адамға ғана жарасады.
Бұл үшеуінен басқаға біткен қыңырлық қырсықтықпен тең. Ағайын жат болады алыс болса, жатта жақын болады таныс болса. Дұшпан түгіл достарың табалайды, аяғың бір нәрседен шалыс болса. Ағайын десе шақ қарадық, қайын десе жалт қарадық. Әйел алсаң қарап ал ақылдысын, сол болар басқалардан жақын кісің. Ағайынға туысқа қайрылса, дүниеде нағыз сол ғой мақұл кісің. Ерге аю балаға қасқыр болса, ондай қатын алғанның күні құрсын. Ағайының барда дұшпаным жоқ деме, абысының барда күндесім жоқ деме. Көсеу ұзын болса қол күймес, ағайынның алғанын жақыны білмес жат білер. Малыңның жоқтығын ағайының білдірер, қадіріңнің жоқтығын қатының білдірер. Ағайын алтау, ана біреу. Ағайын ала болса, ауыздағысынан айырылар. Ағайын бар болса көре алмайды, жоқ болса бере алмайды. Ағайынды жігіттің кере қалыш жалы бар, жалғыз басты жігіттің шығар шықпас жаны бар. Ағайынның аты озғанша, ауылдастың тай озсын. Ағайының бай болса, асағаның май болар. Үйірінен айырылған айғыр ат болады, көңіліңді қалдырған ағайын жат болады. Атың жақсы болса қанатың, ағайының жақсы болса санатың. Аға алдында пейіліңді көрсет, іні алдында мейіріңді көрсет. Туысы бірдің уысы бір. Ағайының көп болса, бірлігі оның бек болса, жамандық жер кез келсе, бір-біріне сеп болса, бүтін тұрған бұзылмай, 32 тіспен тең. Ағайынды өкпелеткеннің үні ұриды, әйелін өкпелеткеннің дымы құриды. 6 аға бірігіп, әке бола алмас, 6 жеңге бірігіп, ана бола алмас. Жақыныңды жат етсең, жатқа күлкі боларсың. Жақыныңмен талассаң, жатқа жем боларсың. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз.